Нан ас атасы. Оның қоқымын аяқ астына тастауға болмайды деп бізді бала күнімізден үйреткені естеріңізде ме? Біздің аға буынымыз оған үлкен құрметпен қарады. Соның арқасында олар аштық пен суықтан және бірінші, екінші дүниежүзілік соғыс кездерінде аман қалды. Бірақ қазіргі жағдай қандай? Бүгінгі нан ағзаға пайдалы ма? Арнаны ауыстырмаңыз, роликті соңына дейін қараңыз. Және бүгін біз сізге нанның пайдасы мен зияны, оның біздің денемізге қалай әсер ететіні және қандай түрлері ең пайдалы деп саналатыны туралы бәрін айтып беретін боламыз. Нанның пайдасы. Нанның негізгі пайдасы ол көмір сулардың ең қолжетімді көзі. Бұл өнімде кездесетін жарма адамдарға қажетті дәрумендер мен минералдарға бай. Нанның құрамында талшық бар. Ол тағамның ұзақ қорытылуына, демек, ұзақ уақыт қанықтыруға мүмкіндік береді. Бұл өнімде өсімдік ақуызының жеткілікті мөлшері бар. Тұтас өскен дәнді нан қан қысымын төмендетуге және қосымша салмақтан арылуға көмектеседі. Біздің әкелеріміз бен аталарымыз бидайды қолмен ұнтақтаған. Ал мұндай ұн барлық пайдалы заттарға бай болды. Ең бастысы ешқандай химиялық қоспалар мен консерванттарсыз. Зияны мен қарсы көрсеткіштері. Егер сіз оны теріс пайдалансаңыз, нанның барлық пайдасы жойылуы мүмкін. Бұл сезімдікке, холестериннің жоғарылауына, қант диабетіне және жүрек пен қан тамырлары ауруларына әкелуі мүмкін. Бұл тұрғыда бидай ұнынан жасалған ақ нан әсіресе қауіпті болып келеді. Сонымен қатар зауытта өндірілген нанның құрамында зиянды заттар болуы мүмкін. Олар консерванттар, бояғыш заттар, эмульгаторлар. Нанның ең маңызды кемшілігі оның жоғары гликемиялық индексі, әсіресе ақ нанда. Өнімді жиі қолданған кезде асқазан шек жолдарының проблемалары пайда болады. Мысалы, асқазанның құрысуы, кебулер, іш қату және метеоризм. Дүкендердегі сөрелерде ұсынылған барлық нан мұқият өңделген және пайдалы заттардан толық тазартылған дәндерден тұрады. Өнімнің әрбір осындай өңделуі оның құрамын өзгертеді. Сіз дәнді дақылдар мен бидайды химиялық заттармен өңдейтінін білдіңіз бе? Ойлап қарасақ, мүлдем наннан бас тартуға болады. Себебі бидай әлі өсіп келе жатқанда егінді әртүрлі зиянкестерден қорғау үшін, содан кейін оны бірнеше рет ұзақ сақтау үшін әртүрлі химиялық улармен улайды. Сонымен қатар жоғары сапалы ақ ұнды алу үшін оны ағартады. Осылайша барлық пайдалы макро және микроэлементтер мен басқа да пайдалы заттарды толығымен жояды. Бұл факт нанның пайдасы туралы қатты ойлануға мәжбүрлейді. Нан негізінен көмірсулардан тұрады. Яғни бұл гликемиялық индексі өте жоғары өнім. Ол қандағы қант деңгейінің жоғарылауына әсер етеді. Осылайша нанның кішкене бөлігі де қанттың деңгейін тез көтере алады. Бұл ұйқы безіне күшті соққы. Өйткені ол инсулиннің көп мөлшерін тез өндіру керек. Инсулиннің үнемі жоғары деңгейі денеде қабынуды тудырады және инсулинге төзімділікке әкеледі. Ал мұның бәрі екінші типтегі қант диабетіне, артық салмақтың өсуіне әкеледі. Холестерин тек бүйірлерде және іште ғана емес, сонымен қатар ішкі органдарда да жиналады. Сонымен қатар денеде қорытылған өнімнің көптеген қалдықтар жиналады. Бұл қант диабеті, холестерин бляшкалары, атеросклероз, бүйрек жеткіліксіздігі, жүрек қан тамырлары мен жүйке жүйесінің аурулары сияқты бұзылуларға келеді. Сонымен бірге қатерлі ісік ауруының дамуын да тудыруы мүмкін. Ал енді мынандай сұрақ туындайды. Денсаулыққа зиян келтірместен қандай нан жеуге болады? Ең алғашқы ақ нанды қарастырайық. Ақ нанды жасау кезінде тазартылған астық қолданылады. Одан кебек алынып тасталады. Қарапайым тілмен айтқанда бәрінен айырады. Мұндай астық талшықтардан, дәрумендер мен минералдардан толығымен айырылған. Барлық нан түрлерінің ішінде ол гликемиялық индекстің ең жоғары көрсеткішіне ие. Құрамындағы ашытқы да кальцийді ағзадан шығарады. Бұл ұзақ мерзімді перспективада остеопороздың дамуына келеді. Сондай-ақ ол ас қорыту жүйесін қатты жүктейді, бауырға әсер етеді және асқазанның қышқылдығын арттырады. Сонымен қатар ішек микрофлорасында бұзады. Ашытқы ол өте тез көбейетін және ішектегі қажетті бактерияларды ығыстыратын, не жоятын саңырауқұлақтар. Ал бұзылған микрофлора иммунитеттің төмендеуіне тікелей жол. Сонымен жоғары гликемиялық индексі бар. Арзан ашытқыдан жасалған ақ нанның пайдасы өте аз. Тіпті дене үшін көптеген зияны да бар. Салмақ қосудан және микрофлораның нашарлауынан инсулинге төзімділік, қант диабеті және жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупіне дейін. Ұнтақталмаған дәнді нан. Ұнтақталмаған дәнді бидай нанында диеталық талшық бар.
Ол қандағы қантты реттеуге көмектеседі және ұзақ уақыт қанықтылық сезімін береді. Сонымен қатар жүрек қан тамырлары аурулары, қант диабеті, семіздік, асқазан ішек жолдарының ауруларының даму қаупін азайтады. Мұндай өнім диеталық талшықтың құрамына байланысты пребиотикалық әсер етеді. Ішектің пайдалы микрофлорасының өсуі мен қалыпты жұмысын ынталандырады. Бұл иммундық реакцияны күшейтуге, қабыну процестерін төмендетуге әкеледі. Ашытқысыз нан. Ашытқысыз нан бұл ұн мен судан тұратын табиғи ашытқымен дайындалған өнім. Ол қандағы қант концентрациясын төмендетеді және оны екінші типті қант диабетінің дамуын болдырмау үшін қолдануға болады. Ең көп таралған жүрек қан тамырлары ауруларының даму қаупін азайтады. Ал бірақ нанды шамадан тыс тұтыну денеге зиян тигізуі мүмкін. Шамадан тыс тамақтану кезінде ол ішектегі шірік пен ашыту процестерін белсендіреді. Бұл кебулерге, газдың жоғарылауына және диареяға келеді. Сондай-ақ ашыту процесінде кандида тұқымдас саңырауқұлақтары мен кейбір зиянды бактериялар ашытуда белсенді көбейе бастайды. Қара бидай наны. Қара бидай наны дене салмағын төмендетуге және семіздіктің алдын алуға көмектеседі. Сондай-ақ өнім қандағы қант концентрациясын төмендетуге және екінші типті қант диабетінің алдын алуға қабілетті. Сарапшылардың пікірінше, қара бидайды үнемі тұтыну әйелдерде тоқішек пен тікішектің, сүт бездерінің және еркектерде қалқанша безінің қатерлі ісігінің қаупін азайтады. Сонымен қатар мұндай өніммен семіздікке шалдыққан адамдарға, сондай-ақ өңештің, асқазанның және 12-елі шектің созылмалы ауруларының өршуі кезінде абай болу керек. Бородино наны. Бородино наны қара бидайдың ең пайдалы түрі болып саналады. Өйткені оның құрамында талшық көп. Оның талшықтары сініп, ішек қабырғаларын қажетсіз заттардан ақырын тазартады. Ағзаның дұрыс жұмыс істеуіне көмектеседі, микрофлораның құрамын қолдайды және нәжістің уақытылы шығарылуына ықпал етеді. Алайда көп мөлшерде жегенде бұл семіздікке және асқазан ішек жолдарының ауруларының өршуіне әкелуі мүмкін. Кебек наны. Тазартылмаған дәнді дақылдардан басқа өндірушілер көбінесе нанға кебек қосады. Ұнтақтау кезінде алынып тасталатын астықтың сыртқы қабатының бөлшектері. Бұл соя, қара бидай, сұлы және целлюлоза талшықтары болуы мүмкін. Мұндай қоспалар талшықтың пайдасын арттырады. Ол тұрақты ас қорытуды қолдайды және ағзаны токсиндерден тазартуға көмектеседі. Талшық сонымен қатар жүрек ауруы, инсульт, қант диабеті және инфекциялардан болатын өлім қаупін азайтуға көмектеседі. Алайда созылмалы аурулардың өршуі кезінде кебек қосылған нанды тұтынудан бас тартқан жөн. Олар панкреатит, гастрит, асқазан немесе ішек жарасы және колит кезінде. Жүгері наны. Оның жасалатын жүгері жармасының құрамында антиоксиданттар мен лютеин және зеаксантин бар. Антиоксидантты компоненттер созылмалы қабынуды басады және қатерлі ісіктерді өсіретін бос радикалдарды бейтараптандырады. Сондай-ақ олар көру органдарының жұмысына оң әсер етеді. Және де жүгері оны ішекте қанттың сіңуін баяулатады және инсулинге төзімділікпен күреседі. Екінші типті қант диабетінен қорғайды. Алайда мұндай нан өңештің, асқазанның және 12-елі ішектің созылмалы патологиясының өршуі кезінде ұсынылмайды. Сонымен қатар жүгері оны қанның қоюлығын арттырады. Бұл тромбоэмболияны тудыруы мүмкін. Қара құмық наны. Қара құмық ұнының теңдестірілген амин қышқылды құрамы бар. Ол ақуыздарға, минералдарға, соның ішінде темірге, талшыққа, В1, В2, ПП дәрумендеріне бай. Ол жоғары сапалы бидай ұнынан жасалған нан өнімдерінде белсенді қолданылады. Оның құрамында қант пен глютен жоқ. Кептірілген нан. Кептірілген нанның гликемиялық индексі өте төмен. Мұндай нан ішектің қозғалтқыштығын жақсартуға көмектеседі. Тіпті гастритпен ауыратындарға да рұқсат етіледі. Қандағы глюкоза деңгейін реттейді, тәбетті қалыпқа келтіреді. Ал кептіру үшін тұтас дәнді нанды таңдаған дұрыс. Нанды немен ауыстыруға болады? Нанды алмастыратын ең танымал өнім ол хлебцы. Олардың құрамында хош иістендіргіштер, фруктоза, кокос ұнтағы және әртүрлі тәтті қоспалар болмауы маңызды. Кебек, қара бидай, қара құмық, сұлы, зығыр және жүгері ұны бар нандарды таңдау пайдалы болады. Нанды ауыстыру үшін лавашта өте қолайлы. Алайда сіз грузиндік қалың емес, армяндық жұқа түрін таңдауыңыз керек. Бүгінгі таңда дүкендерде көмірсулары аз кета наны да бар. Оның негізі үшін зығыр, кокос немесе бадам ұны таңдалады. Қант пен ашытқы қосылмайды.
балама ретінде крекер немесе нуттан жасалған тоқаштарды таңдауға болады. Жалпы бір тәулік ішінде жеген нанның мөлшері 30 граммнан аспауы тиіс. Көкөністер мен дәмдеуіштер қосылған дәнді дақылдарға артықшылық беру керек. Жалпы не жесеңіз де асыра тұтынудан сақ болу керек. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.